Қамалдан шыққан Құндыз бен Назгүл. Лашық үй. Қора толы мал. Бірақ үйдің ішінде бақыт жоқ. Назгүл. Құндыз. Екі кішкентай жүрек. Әке-шешенің мейірімі ерте үзілген. Тағдыр оларды ерте есейтті. Таң атпай тұрады. Қолдары суық суға тиеді. Қора тазалайды. Мал жаяды. От жағады. Балалық шақпа бұл. Жоқ. Бұл ауыр тіршілік. Ағасы қабағын түйеді. Жеңгесі зекіп сөйлейді. Жылдам. Жылама. Сендерге қарап отырған ешкім жоқ. Ал мемлекеттен келетін ақша. Олардың атына түседі. Бірақ сол ақша ешқашан олардың қолына тимейді. Назгүл түнде жастыққа бетін басып жылайды. Құндыз сыбырлап сұрайды. Әпке, біз кінәліміз бе? Жауап жоқ. Тек үнсіздік. Бір күні сыныптас қыздар күдіктенді. Неге олар үнемі шаршап жүреді? Неге қолдары жарылған? Неге көздерінде қорқыныш бар? Олар бір күні үйіне барды. Қақпа сықырлап ашылды. Қораның иісі мүңкіп тұр. Екі қыз ауыр шелекті көтеріп келеді. Сол сәтте бәрі түсінікті болды. Назгүл көзін төмен түсірді. Құндыз үнсіз қалды. Сыныптас қыздардың жүрегі шым етті. Бұл дұрыс емес. Бұлай болмау керек. Олар үнсіз қалмады. Журналистке хабар жетті. Аты Руслан Өтепбай. Ол жай ғана журналист емес еді. Ол әділет іздейтін жүрек еді. Телефонның ар жағынан дірілдеген дауысы естілді. Аға, бізге көмектесіңізші. Сол сәтте оның жүрегі тыныш қалмады. Мен барамын. Қараша үйдің алды. Камера, микрофон. Бірақ ең бастысы адамдық. Руслан қыздарға қарады. Олардың көзінде үрей. Бірақ тереңінде үміт. Қорықпаңдар. Енді сендер жалғыз емессіңдер. Сол сөз екі қыздың жүрегіне жылу болып құйылды. Назгүл алғаш рет өзін қорғалғандай сезінді. Құндыз алғаш рет еркін тыныстады. Камера қосылды. Шындық айтылды. Құлдыққа салынған балалық шақ. Төленген, бірақ жетпеген ақша. Жетімдердің көз жасы. Ел көрді. Ел естіді. Ел үн қатты. Әділет оянды. Руслан оларды тек сюжет үшін іздемеді. Ол адам ретінде қалды. Қамқор болды. Қолдау көрсетті. Қыздардың жанынан табылды. Сендер оқисыңдар. Армандайсыңдар. Үлкен адам боласыңдар. Назгүлдің арманы дәрігер болу. Құндыздың арманы әнші болу. Енді олар армандаудан қорықпайды. Бүгін олардың көзінде жас жоқ. Көзінде жарық бар. Бала күлкісі қайта оралды. Қолдары енді жаралы емес. Балалық шақ. Кешіксе де қайта келді. Егер бір үйде жетімнің көз жасы төгілсе, бұл тек сол үйдің емес. Бүкіл қоғамның жарасы. Егер бір жүрек қамқор бола алса, бір тағдыр өзгереді. Назгүл мен Құндыздың тағдыры бір адамның үнсіз қалмауынан өзгерді. Ағалық жүрек қанмен емес, мейіріммен туыстас. Жетім жүрек қамқорлық көрсе, қайта гүлдейді. Ал әділет бар жерде үміт ешқашан өлмейді.